Қайырлы күн баршаңызға. Дәмі өте керемет болып шығатын еттен рулет дайындаймыз. Ең алдымен 600 грамм фаршымызды дайындап аламыз. Оған бір жұмыртқа қосамыз, тұз және қара бұрыш қосамыз, және кішкене қызыл паприка қосамыз. 2 ас қасық манная крупа қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Маған осылай қолмен араластырған ыңғайлырақ болды. Фаршымыз дайын болды. Енді ішіне салатын салмамыз дайындаймыз. Бір сәбізімізді ашып жуып, осындай ірі күштен өткізіп аламыз. Орташа бір пиязымызды ашып, ұсақтап тураймыз. Табамызды қыздырып сәл май құйып, ең алдымен пиязымызды салып қуырамыз. Сәл қуырған соң сәбізімізді салып қуырамыз. Сочный болу үшін 2 ас қасық ыстық су қостым. Бәрін жақсылап араластырып, бұқтырып қуырып аламыз. Салмамыз дайын. 2 тауықтың жұмыртқасын суда асып қайнатып алдым. Оны осындай ұсақ үкіштен өткізіп аламыз. Үкіштен өткізген жұмыртқамызды сәбізімізбен салқындаған пиязымызға қосып, жақсылап араластырамыз. Екі тіс ұсақталып туралған сарымсақ қосамыз. Және кішкене петрушка қосамыз. Сіздер өздеріңіздің қалаған шөптеріңізді пайдалансаңыздар болады. Салмамыз дайын. Фольгамызды жайып, сәл майлап, қолымызды да жақсылап майлап алып, фаршымызды салып, жаймалаймыз. Фаршымызды осылай тік-төртбұрыш қылып жайып алдық. Енді үстінен салмамызды бір тегіс қылып жайып шығамыз. Енді осылай фольганың көмегімен жақсылап ораймыз. Фольгамызға сәл жабысуы мүмкін. Осылай лопатканың көмегімен осылай дөңгелек қылып, рулет қылып ораймыз. Қайтарып алып, жақсылап орап, екі шетін бекітіп, шофын астына қаратып, алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 45-50 минут пісіріп аламыз. Фольга ұнатпасаңыздар, пергамент қағазы немесе рукав пайдалансаңыздар болады бұл рулетке. Рулет өте дәмді болып шығады. Түрі онша көрінбегенімен, дәмі енді өте керемет болып шығады. Ыстықтай турасаңыздар, сәл шашылуы мүмкін. Салқындатып барып, холодный закуска сияқты турасаңыздар болады. Бірақ ыстықтай жеген өте дәмді. Ас болсын.